әлеуметтік желінің заманында өмір сүріп жатырмыз ғой. Сондықтан мына бақытты болу емес, бақытты болып көріну қазір белең алып жатыр да. Әркім әлеуметтік желіде өзінің әдемі сәтін, қуаныш сәтін, бір жұрт дегізетін сәттерін салуға тырысады. Жалпы қоғам солай трендке үйренді қазір. Бірақ мүмкіндік болса, әр адам егер нақты мақсатың болмаса, сол сенің жұмысыңа тікелей қатысы болмаса, әлеуметтік желіде жұртқа бақытты болып көрінуге емес, керісінше тіл көзден қорқып, өзіңнің үйіңнің ішінде, өзіңнің жүрегіңде, ішкі сыртқы дүниеңде шын мағынасында бақытты болуға жұмыс жасау керек. Ал өкінішке орай қазір рия, біреуге бірдеңкеңді паш ету, жұртты өзіңе таң қалдыру деген нәрселер алдыға шығып кетті. Шын бақытты адамдар айғайлап бақытты болмайды. Бақытты өз тыныштықты жақсы көреді дейді ғой. Сол тыныштық арқылы, бір тұрақтылық арқылы бақытыңызды сақтауға тырысу керек. Мүмкін сіздің бір бақытты сәтіңіз болуы мүмкін, сіз оны елге айтқан кезде тіл көз тиіп, сол бақытыңыздан айырылып қалуыңыз мүмкін. Сондықтан бақыт деген нәрсені паш етіп жұртқа сән салтанатын жариялағаннан гөрі, оны жасырып, көбейтіп, соның игілігін көруге тырысу керек. Ол отбасылық бақыт болсын, материалдық, рухани бақыт болсын, бала шағаның бақыты болсын.